Сәлем баршаңызға. Бүгін керемет крем-суп, сырный суп с фрикадельками жасайтын боламыз. Экранда құрамы көрсетілген. 600 грамм фаршқа жуаны және тұзды қарабұрышты қосып, және су май араластырып, барлығын бірге араластырамыз. Екі алақанда шар тәрізді етіп формаға келтіреміз. 3 сәбіз және 5 картошкамызды тазартып, ашып тазалап аламыз. Одан кейін ірімшік қасына дайындаймыз. 1 литр кастрюляға суды қайнатып, барлығын турап ішіне салып жібереміз. Одан кейін шар тәрізді фаршымызды саламыз. Астындағы газды көтеріп, қайнатқан соң 30 минут ұстаймыз. Дайын болған сорпадан фрикаделькиді сүзіп алып, блендермен немесе езгішпен сәбізді, картошканы және ірімшікті еземіз. Дайын болған крем-супқа қайтадан фрикадельки саламыз.